Баршаңызға қайырлы кеш. Бұл бізде Қазақстан тарих пәні бойынша екінші СРС. Бұл жұмыстың мәні қазақ елінің тарихына қатысты кез келген көркем шығарманы оқып, сол шығарма бойынша сұрақтарға жауап беру. Менің оқыған көркем шығармам Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясының алғашқы кітабы Алмас қылыш. Бұл кітапты мен толықтай оқып бітірдім. Енді бұйырса, осы Көшпенділер трилогиясының келесі екі кітабы Жанталас және Қаһар кітаптарын алып оқысам ба деймін. Ал енді алғашқы сұраққа өтейік. Көркем шығарма қандай тарихи кезең оқиғаларға арналған? Алмас қылыш көркем шығармасы Қазақ хандығының 15-16 ғасырларда құрылуы, Әбілқайыр хандығының күйреуі, қазақ көшбасшылары Керей мен Жәнібек сұлтандардың осы Әбілқайыр ханнан бөлініп, Моғолстан жеріне көшуі, Моғолстан билеушісі Есен бұғаның, немесе мына кітапта жазылғандай Исан бұғаның осы Керей мен Жәнібекті құшақ жая қарсы алып, оларға қоныс беруі, 1465 жылы қазақ хандығының алғашқы ханы болып Керейдің сайлануы, және Керейдің өлімінен кейін оның інісі Жәнібектің хан атануы, қазақ хандарының Әбілқайыр ханның немересі Мұхаммед Шайбанимен күресі, және ежелден бытыраңқы болып келе жатқан қазақ руларының Қасым хан тұсында алғаш рет бас қосып, бір тұтас мемлекет болуына арналған. Және келесі сұраққа өтпей тұрып, бұл кітаптың алғашқы ұнаған тұсы жайлы айтқым келеді. Бұл кітап мен жаңа атап өткен оқиғалармен ғана шектелмеген. Бұл кітапты оқыған жан 11-13 ғасырларда өмір сүрген Қыпшақ мемлекеті, Арғын руы және 13 ғасырдан бастап үстемдік еткен Шыңғыс ханның Моңғол империясы жайлы біршама ақпарат алады. Мысалға, ең алғашқы бөлім және ең алғашқы бетте былай деп жазылған. Әбілқайыр көзін жұмды. Жақында ғана фарсы тіліне аударылған Шыңғыс бабасының өмірі жүріп тұрған кезінде қара құрымда болған италиялық бір жиһанкез жолаушының жазған кітабының әрбір әрпі бақандай боп көз алдында тұра қалды. Әбілқайыр ернін жыбырлатып оқи бастады. Әрі қарай шамамен 15-20 беттей бізге тек Шыңғыс хан иерархиясы, Шыңғыс ханның әскеріндегі жүйесі, яғни темір тәртібі жайлы айтылады. Сонымен қатар Шыңғыс ханның ұлдарының балалары, яғни Шыңғыс хан немерелері, жалпылай айтқанда Шыңғыс хан ұрпақтары арасындағы қанға толы соғыс, қырқыс, таққа талас жайлы бізге баяндалады. Сонымен қатар 55 бетте Әбілқайыр ханның тұңғыш ұлы, яғни Маңғыт руынан алған бәйбішесінен туған тұңғыш ұлының жылы өтетін болады, яғни ас, үлкен ас болады. Оқығым келіп тұр. Әбілқайырдың Маңғыт әйелінен туған тұңғышы Шах-Будақ өткен жылы дүние салған. Хан осы сүйікті ұлының 3 күннен кейін асын бермекші. Және әрі қарай бізде 2 дана, 2 білгіш, 2 жырау деп айтсақ болады. Қазтуған жырау мен Қодан тайшы айтысады. Олардың айтысуының тақырыбы, яғни айтыстарының тақырыбы Қыпшақ мемлекеті болады негізінен. Яғни жаңағы Қазтуған жырау дегеніміз Қыпшақ мемлекетінен шыққан жырау, ал Қодан тайшы керісінше Арғын руының данасы. Осы 2 жырау өз мемлекетін, өз елін жақтайды, өз руын жақтайды. Сол айтыстың нәтижесінде біз Қыпшақ мемлекетінің соғыста деген өзін ұстауы жайлы, қолданатын айлалары жайлы, жалпы тактикасы жайлы білетін боламыз. 3-ші сұрақ. Шығарманың бас кейіпкерлері кім? Олардың бейнесін сипатта. Бұл сұрақты мен өте орынды деп есептеймін. Не себепті десеңіздер, бұл шығарманың басынан соңына дейін болатын тек қана бір басты кейіпкері бар деп айтуға болмайды. Шығарманың бір емес, бірнеше басты кейіпкерлер бар. Оларға ең алдымен Әбілқайыр ханды, одан кейін Жәнібек ханды, және одан кейін оның ұлы Қасым ханды жатқызуға болады. Сонымен қатар
кейбір кейіпкерлер өте аз уақытқа басты кейіпкер рөлін алады. Мысалға, екінші бөлім басталған кезінде бізді Моғолстан билеушісі Есенбұға мен оның балалық шағымен таныстырады. Осы кезеңде Есенбұға қысқа мерзімді басты кейіпкер болып есептеледі. Сонымен қатар, қазақ хандығы құрылғаннан кейін Керей хан да сол рөлді атқарады. Және Керей ханның өлімінен кейін Қасым хан басты рөлге шығарға дейін Керей ханның ұлы Бұрындық хан да аз мерзімді басты кейіпкер болып есептеледі. Бірақ бұл кейіпкерлерді біз толықтай басты кейіпкер деп есептей алмаймыз. Себебі бұлардың басты кейіпкер рөлін атқарған уақыты өте аз болды. Ал енді міне нағыз басты кейіпкерлер ол бағана айтқан Әбілқайыр, Жәнібек және Қасым. Мысалға, Әбілқайыр кітаптың тең жартысына дейін басты кейіпкер рөлін атқарып келеді. Яғни екінші бөлімнің басына дейін Әбілқайыр хан басты рөлдерде болады. Негізінен шығарма тек сол туралы, соның айналасы туралы, соның былай айтқанда қобалжулары туралы, сезімдері туралы баяндайтын болады. Ал екінші бөлім басталады, бізге Есенбұғаны таныстырады. Есенбұғаның өз ағасы Жұныстан сақтанғанын және сол Жұныстың өзінің еліне шабуына дайындалғанын көрсетіп, және сол Есенбұғаның Керей мен Жәнібек сұлтандардың сол Есенбұғаның жеріне көшіп келген естігендегі қуанғаны, және одан кейін оларға шу бойы мен Қозыбасы жерін бергені біртіндеп сол Жәнібек ханның басты кейіпкер атануына біздің назарымызды аударады. Енді кезекте осы басты кейіпкерлердің бейнесін сипаттап берейін. Мен бұл жолдарды жаңағы кітаптың беттерінен таптым. Әбілқайыр хан қара күреңденген беті бар, түрі жүдеу келген. Жәнібек хан айқын мұрын, шығыңқы иек, қою мұрт. Қасым ханды нақтырақ сипаттаған. Қалың қабақ, қыр мұрын, бозғыл өң, құмай көз және қара мұрт. Енді кезекте төртінші сұрақ. Шығармада қандай салт дәстүрлер, рәсімдер сипатталады? Бұл сұраққа жауап беру барысында мен кітаптан көрген салт дәстүрлерді бірден жазып алып оттым өз дәптеріме. Енді соны біртіндеп баяндап берсем. Құда түсу. Ерте заманда құда түсу деген өте жиі болатын. Қазір де бар әрине құда түсу деген, бірақ ол замандағы құда түсудің бір ерекшелігі, бір-біріне жау, қарсылас болып есептелетін мемлекеттердің хандары да бір-біріне құда түсіп, ауыз жаласып кеткен кездерде болатын. Бұл жайлы қазір айтып беретін болам. Бірінші оқитыным бұл бізді кітаптың екінші бөлімінде Моғолстан мемлекетімен, Уайс ханмен, оның ұлдары Жұныс пен Есенбұға хандармен таныстырған кезінде, таныстыру барысында жазылған болатын бұл сөйлемдер. Енді оқып берейін. Мір Мұхаммед хан және Уайс сұлтанның арасы өте нашар болды. Уайс сұлтан өзі секілді кілең от жүрек жігіттер жинап алып, Моғолстанның шетінде Қашқарияда біраз уақыт аламандық құрып жүрді де Түркістанға келген. Бұл кезде Түркістанның хакімі Ақсақ Темірдің атақты серігінің бірі Қыпшақтан шыққан Сарбұғы әмірдің баласы Шайх Нұридин болатын. Ол Мір Мұхаммед ханмен өте араз еді. Шайх Нұридин әмір Уайс сұлтанды құшағын жайып қарсы алды, өзінің қызы Дәулет сұлтан Сахнажды қосты. Яғни өзінің қызын Уайс сұлтанға берді. Одан Уайстың тұңғышы Жұныс сұлтан туды. Міне бұл қыз беру, құда түсудің бір көрінісі. Және екінші айта кететін назарға тұрарлық көрінісі ол Бұрындық хан және Мұхаммед Шайбани арасындағы былай айтқанда ауыз жаласу. Бұрындық хан ол кезде қазақ хандығының ханы болып келетін, бірақ ол кезде барлық халық Бұрындық ханды емес,
Қасым ханға жақтас болады. Ол кезде Қасым ханның абыройы көтеріліп кетеді, бұрындықтың абыройы керісінше түсе бастайды. Және бұрындық хан өзінің қарсыласы Мұхаммед Шайбанимен қыз алысады. Яғни міне, бұрындық хан ол әлі ешкімге айттырылмаған екі қызының бірін, қара көз Күлбаршын сұлтан бикені Махмұд сұлтанға, Жауһар сұлтан бикені Мұхаммед Шайбанидің шешесі бөлек кіші інісі Мұхаммед Темір сұлтанға берді. Махмұд сұлтан дегеніміз ол Мұхаммед Шайбанимен екеуі қатарлас Әбілқайырдың ұрпақтары болып есептеледі. 30 күн ойынын, 40 күн тойын өткізіп, қалың көшпен бір қызын Мұхаммед Шайбани өзінен тартып алған Сауранға, екіншісін отырарға ұзатты. Қыз ұзату, иә? Міне, бұл қыз ұзатудың айқын көрінісі, иә? Сонымен, жалпы былай айтқанда, екі хан арасындағы ауыз жаласу, қыз беру, құдаласу арқылы жақындасу. Бірақ мына айтылған жағдайда негізі Мұхаммед Шайбанидің ниеті таза болмаған. Оның артында мүлде басқа ой, басқа мақсат тұрған. Және бұрындық жаңағы осы Мұхаммед Шайбанимен жақындасқанына кейін өкінетін болады. Бұл жайлы кейін айтып беремін. Сонымен қатар жекпе-жек және батырлар салты. Яғни, егер екі мемлекет соғысса, және олардың батырлары бір-біріне қарсы жекпе-жекке шықса, бірге-бір, онда оларға кедергі келтіруге ешкімнің хақы жоқ. Бұл жайлы біз Әбілқайыр хан мен Қобыланды батырдың диалогынан ести аламыз. Яғни Әбілқайыр былай деген: екі батырдың оңаша айқасында кімнің дауы бар? Жүзбе-жүз айқаста күші жетпей қаза болған ердің құнын ешкім жоқтамайды. Бұл ата-бабамыздың ескі салты деп айтқан. Сонымен қатар тағы бір салт, ол ағасы мен інісінің арасындағы иерархиялық салт, иә? Яғни інісі міндетті түрде ағасын тыңдау керек, ағасының айтқаны дұрыс болады, оның айтқанын бұлжытпай орындау керек болады. Бұл көріністің айқын мысалы ол қазақ хандары, яғни ол кезде Жәнібек хан болды. Оның балалары Қасым, Бұрындық, сонымен қатар Қасымның басқа ұлдары да жаңағы Әбілқайырдың ұрпағы, иә, Шайх-Хайдар әскеріне қарсы шығады. Осы екі әскер бір-біріне қарсы шығып кездеседі. Аға бұйрығына іні көну қазақтың көне салты. Шайх-Хайдар шебінен Қарашың батыр шығып, қазақтың батырларын жекпе-жекке шақырған кезде Қамбар батыр шығайын деген, бірақ Бұрындық оны тоқтатып, орнына өзі шықты. Қамбар батыр дегеніміз ол Қасым ханның ұлы. Қамбар батыр ағасын тыңдаудан басқа амалы болмады. Сонымен қатар тағы Қасым сұлтан, ол кезде сұлтан болған, Қасым сұлтан мен Бұрындық ханның арасындағы арақатынас жайлы да айта аламыз. Яғни бұл екі тұлғаның көзқарастары мүлде басқаша болды бір-бірінен. Егер мысалы Бұрындық қара күш иесі, тек жауға шыға алатын жауынгер болып есептелсе, ал Қасым болса өте ақылды, өте былай айтқанда дана кісі болған, және ол еш асықпау керек деген, көршілес мемлекеттермен достық қарым-қатынас орната білу керек деген, және қадамдарды асықпай жасау керек деген. Және Қасымға жаңағы асығыс Бұрындықтың көзқарасы ұнаған жоқ мүлде, бірақ Бұрындық хан болып есептелгендіктен Қасым оны тыңдауға мәжбүр болды. Тіпті Бұрындық жіберген былай айтқанда бір тапсырма берсе, бұйрық берсе, ол Қасымға ұнамаса да, ол оны орындайтын болады. Тағы жоқтау, жоқтау жайлы сөз қозғалған. Бізде Жаған және Аққозы деген апалы сіңілі әйелдер бар. Аққозы дегеніміз Әбілқайыр ханның келіні, бағанағы Шах-Будақтың әйелі. Ал Жаған дегеніміз ол Жәнібек ханның әйелі және Қасым ханның анасы. Апасы Аққозының өлімі жайлы білгенде, Жаған оны жоқтайды.